Үйде жоқ, бірақ енді 21 ғасыр болғаннан кейін той әдемі өтсін, қызық өтсін, әлсін қалжың болсын деп аққу биі, тауық биі кетті. Дархан халқымыз той десе барын салып, қонағының көңілін тауып, қуанышты сәтті абыроймен өткізуді парыз санайды. Астатөк дастархан, шоу бағдарлама, қымбат сыйлықтар бұлар тойдың салтанатын арттырады. Ал думанды шараның сәтті өтуі ең алдымен асабаға байланысты. Бірақ тойдың көркін қыздырып, сәнін келтірудің орнына күлдірем деп бүлдіріп, орынсыз қалжың айтатын асабалар көбейген. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін Асқар Әмірбек алғашқы асаба дайындау мектебін ашыпты. Мақсаты той мәдениетін қалыптастырып, әдепті жүріп, сауатты сөйлейтін ұл қыздарды тәрбиелеу. Асаба курсындағы ашқандағы міндетіміз жалпы қазақтың той мәдениетін көтеру, 20 ғасырда жаңа формат. Екінші, өзінің асабалық біліктілігін арттырам деген жандар үшін, және де жаңағы бет алды қазақтың сөзінің қадірін, сөзінің құдіретін түсінбейтін асабаларды былайша айтқанда нарықтан алып тастау. Екінші мақсатымыз. Үшінші, қазақтың тойында жалпы қазақ үстемдік ету үшін. Өйткені қазір қарайтын болсаңыздар, шашылып жасап жатқан, той жасап жатқан халық былай қарасаңыз, тек қазақтар. Қазір орталықта селф-брендинг сабақтары өткізіліп жатыр. Бұл той басқарушының өз имиджін қалыптастырып, әлеуметтік желілерде танымал болуына көмектеседі. Ал асаба дайындауға арналған мектептің алғашқы дәріс аптасы сөйлеу техникасы сахна тіліне арналады екен. Одан кейін тойдың түріне қарай қызықты әрі мағыналы сценарий жазу жұмыстарынан дәріс жүргізіледі. Негізінде қазақтың тойында қарасаңыз, ол қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, мәдениет. Кейінгі кезде бұл курстың өзін Асқар Әмірбектің өткізіп жатқаны біздің өкінішке орай қазіргі тойда мәдениетсіздік көп болып жатыр да, жабайылық дейді ғой. Сондықтан да біз қазір осы курстан алып жатқанымыздың өзігі осы сахна мәдениеті. Әңгіме барысында асаба дайындау мектебінің басшысы Асқар Әмірбек өздік бітірген түлектерді жұмыспен қамтамасыз ететінін айтты. Бұл асаба курсын бітіргендер ең үздіктерін біз өзімізге алып жатырмыз. Бізде қазір Атыраудан, Ақтөбеден, Павлодардан, Қызылордадан, Шымкенттен, Тараздан, Қазақстан негізі түкпір-түкпірінен, Семейден келіп жатқан қатысушылар бар. Біз және де сол қалалардан біз өзіміздің филиалымызды ашамыз. Сол филиалдарда олар асаба болып, және де филиалдың директор ретінде біздің ресми өкіліміз ретінде жұмыс жасайтын болады. Асаба үшін ең қажетті дүниелердің бірі тапсырыс берушімен дұрыс қарым-қатынас жасау, түсірілім тобымен қоян-қолтық жұмыс істей білу, ұжым алдында беделді болу. Bir қарағанда қарапайым көрінетін осындай қағидалардың өзі асаба дайындау мектебінің жіті назарында.